маңызды білгісі келетін сұрағы мынау секілді. Менің ата-анамның жасы уже 60-тан асып кетті, 70-ке келіп қалды. Оны қасиетті мекенге жіберген кезде ол жақта күн ыстық болады ғой. Онымен бөлек жетекшілер кішкене аяғы ауыратын еді, қасында жүре ма, ол кісілерге қандай жағдай жасалады деген секілді. Кімде-кім қажылығын және умрасын толық орындаған болса дейді, ол адам анасынан жаңа туылған сәбидей пәк болып еліне оралады дейді. Осы тұста алғаш рет умраға барайын деп жатқандарға, оның ішінде қазір ақшасына қызығып свайым ходым барайын деп жатқандарға бір кеңес бере аламыз ба? Қаншалықты дұрыс? Бұл мәселеде әркім өзі біледі. Біреуге былай барыңыздар деп айта алмаймыз. Әркім жағдайы, қалтасы біледі деген сияқты. Десе де мен айтар едім. Ассалаумағалейкум, құрметті Қызмет Саяхат YouTube каналының оқырмандары. Бүгін бізде кезекті шығарылым өте қызықты болғалы тұр. Бүгінгі подкастта біз қозғайтын тақырыптар умра барысындағы жетекші, яғни гид қызметі туралы толығырақ ақпарат беретін боламыз. Бүгінгі подкастымыздың қонағы Қызмет Саяхат компаниясының Семей қаласындағы офисіміздің өкілі, қаншама жылдан бері біздің компаниямызда қызмет етіп келе жатқан Берік мырза, қош келдіңіз. Қош болдық. Ал енді Берік мырза, алғашқы неміз өзіңіз жайлы оқырмандарға кішігірім таныстыра кетсеңіз. Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен қазіргі Абай облысы Аягөз ауданында дүниеге келгенмін. Осы Қызмет Саяхат фирмасында 12 жылдан бері осы жетекшілік гид қызметін атқарып келе жатырмыз. Алғаш рет 2012-ден бастап осы уақытқа дейін Алланың қалауымен осы саладамыз. Түсінікті, керемет. Ал енді менің ең бірінші сізге қойғым келіп тұрған сұрақ, ол енді жетекші гид деген бөлімге келетін боламыз. Қанша уақыттан бері, жаңа айтып кетті ғой, 2012 жылдан бері қажылық саласында жұмыс жасап келе жатырмын депші. Неге осы қажылық саласы? Енді діни салалар көп қой әртүрлі, осының ішінде қажылық саласын неге таңдадыңыз? Неліктен бұл саланы таңдадыңыз десеңіздер, әрине бұл әуелі Алланың қалауы, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендердің ең қайырлыларың адамдарға пайдалы болғандарың демекші. Бұл сала үлкен бір маңызды адамдардың разылығын, Алланың разылығын алу болғандықтан осы сала бізге нәсіп болды. Түсінікті, керемет. Мен осы ұстаз көп байқап жатам да. Енді умра саласында барып келгеннен бері көптеген қызметтерден тұрады. Соның ішінде мына жетекші қызметі деген бар да, яғни гид қызметі. Барлығы осы неге гид қызметіне қатты көңіл бөлмей жатады да. Енді осы жетекшілердің міндеті қандай умра барысында, жалпы жауапкершілігін негізі жоғары біз не істейміз да, талап ретінде қоямыз да. Әрине, сұрағыңыз өте орынды. Алла тағала адам баласын жаратқаннан кейін белгілі бір әмірлерді, тыйымдарды жүктеді. Соның ішінде исламның 5 тірегі, 5 қазығы деп айтсақ болады. Соның бірден де бірегейі, ол әрине үлкен қажылықты Алла бізге әмір етті. Сол үлкен қажылықты адамдар ойлағанындай, армандағанындай толық сүннетке сай орындау үшін бұл жерде жетекшінің қызметі өте маңызды. Сол себепті ол бір адамның аманатын Алланың алдындағы соны толық орындауға қолымыздан келгенше жәрдем беруге, және де сол жердегі толық қажылық өтеп болғаннан кейін ол кісілердің разылығын алу бұл өте үлкен бақыт деп ойлаймын. Сондықтан осы саланы таңдадым. Түсінікті. 2012 жылдан бері осы жетекші қызметін атқарып келе жатсыз, ұстаз, жетекші. Енді 12 жылдан, сол уақыттан бері 12 жыл уақыт өтті, жаңа өзіңіз айтқандай. Сол уақыттан бері Қызмет Саяхат компаниясындасыз ба, әлде? Негізінен осы Қызмет Саяхат компаниясымен. Қазіргі таңда осы Қызмет Саяхат компаниясын көбінесе халық, көптеген көрермендер мына сапамен, сервис жағынан, қажыларға қызмет көрсету жағынан жақсы таниды ғой. Осы тұста біздің жетекшілердің бір артық тұстары барында, или басқа нелерден осы жайлы айта аламыз. Өйткені Қызмет Саяхат деп айтқан кезде бірден көбінесе жетекшілерді мақтап жатады, гидтарды мақтап жатады да. Сонда сіздер бір артық қызмет көрсетесіздер ма, әлде қалай? Енді әуелі әр нәрседе ниет маңызды ғой. Үйден шыққаннан бастап сол бір жаңағы айтқаным сияқты бір адамның үлкен аманатын алып жүру, оның толық құлшылығын орындауына себепкер болу, тек бұл дүниеде емес, мәңгілік дүниеде де сол кісінің амалдар үшін жауап беру тікелей жетекшіге байланысты болғандықтан мен ойлаймын, енді
тек біз емес, жалпы жетекші болып барған қай фирманың болсын адамдары, алла ол бақытты нәсіп еткеннен кейін жан тәнімен, шын көңілімен, ықыласымен жасау керек деп ойлаймын. Тағы қоса кететін мәселе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, қажылыққа және умраға барғандар бұлар Алланың қонақтары дейді. Олар Алладан не тілесе, Алла тағала олардың тілегін қабыл алады. Олар Алладан кешірім тілейтін болса кешіреді дейді. Сондықтан бұл үлкен нығмет, Алла тағаланың қонақтарына қызмет жасау, олардың разылығын алу, бұл маңызды. Сондықтан біздің ерекшелігіміз сол кісілерге шын ниетімізбен қолымыздан келгенше қызмет жасау. Сонымен ерекшеленеді деп ойлаймын. Енді басқа бүкіл фирмаларда гидтер барлығы жақсы. Және қосымша тағы бір айта кететін мәселе, кейбір фирмаларда да бар әрине, бірақ бізде де сол нәрсе қамтылған. Радио гид деген нәрсе бар. Себебі қажылыққа баратын адамдар дайын болмауы мүмкін, кейбір дұғаларды жаттамаған болуы мүмкін. Сол дұғаларды біз жетекші ретінде негізгі аппарат бізде болады, сол бойынша оқимыз. Қалғандардың барлығы бірге барған сапарластар сол құлақтық арқылы, және наушник дейміз ғой, сол арқылы бүкіл дұғаларды оқып шығады сол жерде. Сондай да бір ерекшелігіміз. Бұл әсіресе жаңадан үлкен кісілерге, егде жастай кісілерге өте қолайлы секілді. Өте ыңғайлы. Тағы бір естуім бар, осы жетекшіге қатысты. Сіздер осы қызмет саяхат компаниясына барған кезде бір группаның қасында, яғни бір топтың қасында екі жетекші болады, оларды кішкене сопровождать ету, алып жүру, құлшылығын толық кемел орындалу үшін екі жетекші қолайлы деп жатады да. Осы жайлы айта аласыз ба? Иә, ол әр кезде әрқалай. Негізінен бір топта егер 25 адамнан көп болса, 40 адам болатын болса, ол кезде міндетті түрде және жетекшінің жанында көмекші жетекші алуға тырысамыз. Әсіресе мына 5 парыздың бірі болған үлкен қажылық кезінде бізде жетекшілерді неғұрлым көбірек алуға тырысамыз. Себебі бір адамнан 2 адам жақсы дейді ғой. Сол кейбір жерлерде сол жетекшінің жанындағы көмекшісі адасып кеткен, немесе басқа әртүрлі жағдайлар болады, енді ол жақта барған кісілер біледі. Сондай уақытта көмекші болған өте маңызды. Бізде ол қамтылған. Түсінікті, керемет. Сосын ұстаз, мынандай сұрақтарды мен көп оқимын да, әлеуметтік желілер болсын, ютубтың комментариялары болсын, бұлай сұрақ қойып жатады. Мысалы, жетекші дегеніміз ол әр адамға бір жетекші бола ма, немесе барғаннан кейін барып 10 күн бойы қасында күні түні жүріп деген секілді бір всегда солай бола ма жетекшілердің қызметі деген секілді. Осы тұста бір көрермендерге пайдалы ретінде айта кетсек, мысалы, жетекшінің қызметтері осы 10 күндік умра сапарында нелерге қатты мән береді? Экскурсия мынау деген секілді. Иә, жетекші ол жәнегендей осы Қазақстаннан бастап, мысалы мен Семей қаласында, сол Семей қаласына ниет етіп умраға барам деген адамның сол бізді келіп фирманы таңдаған күннен бастап оларға осы Қазақстаннан бастап сабақтар өткізу. Ең кем дегенде бір 3 сабақтан бастап өткізіп, сол Қазақстаннан әуежайдан ұшып, Қазақстанға қайтып әуежайға келгенге дейін мүмкіндігінше сол сапарластардың жанында болып, енді сапар болғаннан кейін әрине әр сапардың өз қиыншылығы бар. Сол кезде қандай да бір сұрақтар туындаса, соны орынды уақытында жауап беру үшін қолымыздан келгенше қажылардың жанында үнемі бірге боламыз. 10 күн бойы бірге барамыз. Бізде жетекші екенмін деп бөлек қонақ үйге барып, немесе бөлек тамақ ішу деген мәселе жоқ. Тіпті өзіміздің жеке бір ғибадат жасауға мүмкіндігіміз болмайды. Жаңа қызмет саяхаттың ерекшелігінің біреуі, біз барған қажыларға 10 күн бұрынғы бағдарламаны қолдарына береміз. Сол бойынша сағатымен, уақытымен соны қадағалап, соның жүйелі түрде жұмыс іске асуына біз тікелей жауаптанамыз. Түсінікті, керемет. Өзім де байқадым, енді умраға барғаннан кейін ол жақта әр күніңнің бір сапалы өтуі өте маңызды екен да. Бұл жағы енді өте керемет екен. Одан бөлек тағы да бір қойғым келетіні, көптеген адамдар умраға барған кезде ойлайды, біз енді компанияға ақшасын төледік, ол жаққа барып келгеннен кейін барлығы 100% айтылғандай болу керек деп. Енді шындығында енді әртүрлі сынақтар кездесіп жатады ғой. Осындай тұста өзіңіз бір еске алатын бір оқиғалар бар ма? Барған кезде бір сынақтарға тап болып, қиындықтар болып, соны осы жетекші ретінде шешкен кездеріңіз, енді ойлаймын 12 жылдың ішінде ондай оқиғалар өте көп болды деп. Соның в основном қажылар немен көп сыналады ол жақта?
Енді жалпы қандай сапар болсын, тіпті бір ауылдан бір ауылға бару үшін де ол сапар. Сапардың өз қиыншылығы бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аяқ іскенше намаз оқығаны жайында айтылады, иә. Және де зекет беру болсын, ол Мекке Мәдинада, жалпы елімізде болсын, ораза ұстағанда Рамазан айында парыз болған, соның өзінде адам қатты қиналады. Бірақ соған қарамастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазда Алла тағаладан жәрдем тілемеген. Яғни жеңілдет деп дұға жасамаған, намазымды жеңіл оқуыма жәрдем бер деп. Немесе оразада сондай дұға жасамаған, бірақ қажылықта немесе умраға біз ниет еткен кезде әуелгі ниетіміз: я Алла тағалам, осы умрамды немесе қажылығымды қабыл ал, және оның жеңілдігін бер деп дұға етеміз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйретіп кеткен, айтып кеткен дұғасы. Осы жерден де байқауға болады, қажылық деген бұл оңай сапар емес, машақаттан тұрады. Сондықтан әрине 12 жылда енді әртүрлі қиыншылықтар кезігеді, болады, онсыз болмайды. Дегенмен сол фирманың несімен, ұйымдастыруымен қолымыздан келгенше оны шешуге тырысамыз. Көп кезігеді ондай мәселелер, енді оны қазір айтатын болсақ, сағаттап отырып кетеміз. Яғни оқырмандарға жалпы айта аламыз, умра барысында ол міндетті түрде сынақтар болады, әртүрлі жағдайлар болады. Бастысы біз сабыр етуіміз керек. Алланың қасиетті мекеніне барғаннан кейін барып, сол арқылы бәлкім бізге сауаптар жазылуы мүмкін деп айтыламыз сөз. Керемет. Қызмет саяхат компаниясында 12 жылдан бері гид қызметін атқарып келе жатырсыз. Әлі күнге дейін осы қызметті жалғастырып жатсыз ба? Алдағы уақытта қажылыққа адамдар апару жоспарыңызда бар ма? Иә, негізі сол біздің негізгі жұмысымыз осы сала. Қажыларымызға ниет еткен әрбір жанға, сол жаққа барғысы келген әрбір ниет еткен жанға қызмет көрсету, ол біздің міндетіміз. Негізгі қазіргі жұмысымыз да сол. Алла тағала ертең не болатынын білмейміз, десе де Алла тағала нәсіп етсе осы салада қызмет етуге ниеттіміз, осындамыз. Түсінікті, керемет. Жаңа сіздің айтып отқан 12 жылдан бері қызмет жасап келе жатырмын деп жетекші ретінде айтып отырсыз, сол кезде бір мынандай ой келді. Енді 12 жылдан бері қызмет жасау, ол үлкен тәжірибені, үлкен еңбекті, қаншама жыл жинаған опыт дейді, соны толық екендігін көрсетеді. Осы жақын арада енді сіз топ апарасыз ба умраға әлде? Иә, Алла тағала бұйыртса, негізінен 2 айда бір Алла нәсіп еткен уақыттарында барып тұрамын. Осы тұста оқырмандарға айта аламыз, егер умраға барғысы келіп ниет етіп жүрген кісілер болатын болса, өте білімді, тәжірибелі, енді өздеріңіз көріп отырсыздар, 12 жылдан бергі жиналған тәжірибесі бар берік ұстазымызбен умраға барғыларыңыз келетін болса, қазір осы YouTube-тың астына сілтеме қалдырып қойып, сол жер арқылы өтіп, берік ұстаздың группасына тіркелгім келеді десеңіздер, қазірден өз орындарыңызды ала аласыздар. Айта аламыз ғой, ұстаз? Иә, негізі орын шектеулі, оны да айтқан болайық. Қазірдің өзінде Аллаға шүкір, жартысынан көбі толып кетті. Біз енді өте бір автобус деп айтамыз ғой, енді 40 адам, 45 адам, одан артық адам апармаймыз, себебі автобустың сыйымдылығы бар, о жақтағы жауапкершілігі бар. Сондықтан қазірдің өзінде бір 20-дан астам адам тіркеліп қойды. Керемет ұстаз, Алла күш қуат берсін. Одан бөлек енді жетекшіден де бөлек бір сұрақтар қойғым келіп тұр. Енді 12 жылдың ішінде сөзсіз бірнеше рет қасиетті Мекке, Медина қаласында болдыңыз да. Енді мынандай сұрақ, ол жақта жүрген кездегі сезім, Мекке қаласындағы, Медина қаласындағы сезім, елде жүрген сезімнен өзгеше ма? Ол жаққа барған кезде жан дүниең айтып жатады, басқаша болады, жүрегің тыныштық табады деген секілді. Осы Мекке, Медина қаласына ең алғаш барған кезіңіздегі бір сезімдерді айта аласыз ба? Осы 12 жыл бұрын. Иә, Аллаға шүкір, негізінен қажылық жалпы ақшаға немесе бір қолдағы байлыққа, әрине ол да маңызды, десе де Алла тағала қаламаса жапырақтың өз жерге түспейді дейді ғой. Сол 2012-де ең алғаш бару Алла тағала нәсіп етті. Енді ол кездегі сезім, одан кейін міне Аллаға шүкір барып жүрміз, десе де ол алғаш барған кезімді еш ұмыта алмаймын. Оның өзіндік қызықтары да болды, қиыншылықтары да болды. Сол себептен ол күндер әрине естен кетпейді. Мына жүректің түбінде кез келген Мекке Мәдинаға барып келген, умра сапарына болсын, қажылыққа барып келген оқырмандарымыз және көрермендеріміз біліп отыр. Ол жаққа барып келгеннен кейін мына жүректің түбінде ол жаққа деген сағыныш қалады. Енді ол жақтың атмосферасы болсын, ол жақтағы қасиеттілігі ол ерекше.
себебі ең алғаш қасиетті Құран түскен қаласы, ең алғаш қасиетті Зәмзәмнің және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келген қаласы, және қазіргі уақытта пайғамбарымыз ислам жатқан Мәдина қаласы, бұл екі қала ерекше сезім. Сондықтан енді әр барып келген кезде шыны керек қорқамыз, алаңдаймыз. Мүмкін бұл қайтар кезде әсіресе ең қиын нәрсе сол, қоштасатын кезде қайтып бұл Меккеге немесе Мәдинаға келе алмай қалам ба деген ойлар болады сондай. Түсінікті ұстаз. Ұстаз айтады ғой, ана қасиетті мекенде Қағбаны ең алғаш көрген кездегі дұға қайтарылмайды деп ше. Бұны не үшін айтып отырмын? Осыдан енді бірнеше уақыт бұрын, жылдар бұрын мен де сөйтіп омраға ниет етіп жүрген кезде айтатын ғой, не үшін бармай жатсың деген секілді сұрақтар қойған кезде кішкене ақшамды реттеп алайын, анау проблемаларды шешіп алайын, мынаны реттестіріп алайын деген секілді неше түрлі бұл айтқан кезде возражениялар айтатын да. Сол кезде бір кісінің айтқан сөзі өтіп кетті. Бауырым, бүйтіп нелерді айта бермей, лучше сол нәрселерді қасиетті Қағбаға барып алғашқы көрген кезінде тілесейші 100% орындалады ғой деп ше. Расында солай ма? Қағбаны көрген кездегі алғашқы тілеген дұға 100% орындалады дейді ғой. Әрине, тәубалардың қабыл болатын есігі ғой. Енді қасиетті Мекке, ол жерде бір намазыңыз 100 мың намазға тең келетін Әл-Харам мешіті бар, білесіздер. Ол жердегі дұғалар ерекше қабыл болып жатады. Әсіресе мына үлкен қажылыққа барған кезде Құрбан айттан бір күн бұрын Арафа деген күн бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілеп айтады, кімде-кім сол Арафа күні Арафа жазығында Жабалу Рахман деген тау бар, ол жерде емес, жалпы сол жазықта, Арафа жазығында дұға тілейтін болса, ол адамның дұғасы қабыл болады дейді. Және ол адам дұға жасағаннан кейін менің бұл дұғам қабыл болмады деп ойлайтын болса, ол күнәһар болады дейді. Сондықтан ол жердегі әрбір дұға, оған енді мен қанша жылдан бергі сапарымыздағы тәжірибемізден көрініп тұр. Бала армандап жүрген, үйлене алмай жүрген, жұмысы жүрмей қалған, осындай кісілер барған кезде келгеннен кейін сүйіншісін сұрап, осындай жағдай болды деп көп ондай кезігеді. Сондықтан дұғалардың қабыл болатын мекені сол. Түсінікті, керемет. Жалпы көріп отқан енді барлық оқырмандарға айтам, егер де умраға, қажылыққа ниет етіп жүрсеңіздер, онда міндетті түрде әрекет бастаңыздар. Жаймен уже әрекет етіп бастасаңыздар, сөзсіз Алла тағала өзі бір берекетін, мүмкіндігін ашып қояды. Және де айтқым келетін, ұстаз енді 12 жылдық тәжірибесі бар жетекші ретінде осыны көріп отқан көрермендерге алғаш рет умраға, қажылыққа барайын деп отқан кісілерге бір маңызды кеңестер жайлы айта аласыз ба? Не жағынан дайындалу керек, қай жағынан дайындалу керек? Ол жаққа барған кезде не нәрселерді қазірден бастап ескеру керек? Енді Аллаға шүкір, міне еліміз тәуелсіздік алғалы, тәуелсіздік мейрамымыз болып жатыр. Құтты болсын барша нелерге, оқырмандарға, көрермендерге. Ол жаққа бармас бұрын әуелі елден дайындық бастау керек. Не нәрсе ниетке байланысты сауабы жазылады. Ниетіміз егерде сол жаққа барып қажы атану болатын болса, немесе көрші барып жатыр, мен де барып келейін, анау баласы әкесін жіберіпті, сол мен де әкемді жіберейін деген сияқты ниетпен баратын болса, ол бөлек болады. Сондықтан шынайы баратын адам оған міндетті түрде дайындалған абзал, себебі ол басқа жерге барып саяхат жасаудан өзгеше. Қандай дейтін болсаңыздар, ең бірінші умраға ниет ету. Ең біріншісі, және айттық қой, ең бүкіл нәрсенің басында ол ниет тұрады. Ниеті Алланың разылығы үшін болу керек. Және қайда, кім үшін бара жатқанын білу керек. Және де елден шықпас бұрын өзінің дайындықтарын жасау керек. Рухани дайындық өз алдына. Қазір Аллаға шүкір мешіттердің жанында курстар бар, білікті имамдар бар, ұстаздар бар. Сол кісілерден кеңес алып, солармен жолығып, одан кейін қажылыққа байланысты діни әдебиеттер Аллаға шүкір бар. Және соларды оқып, және ең маңыздысы, егер әке-шешеңіз өмірде болған болса, сол кісілердің батасын алу. Және үйден шықпай тұрып, екі бас шүкір намазын оқу. Одан кейін әр нәрсеге дайын болу керек. Бұл сапар жай бір сапар емес екеніне. Енді әлемнің түкпір-түкпірінен келеді. Қай уақытта барсаңыз да, ол жерде адам негізі аз болмайды, миллион үстінде адам болады. Және мына нәрсені жақсы білу керек деп ойлаймын, баратын адам. Ол жерде әлемнің түкпір-түкпірінен келеді, және әр түрлі деңгейдегі адамдар бар. Бәріміз мұсылманбыз, Аллаға шүкір, бірақ әр елдің өзінің менталитеті,
жәнегі салт дәстүрі болады. Кейбір кезде қажыларымыз кейбір ренжіп жатады, келгеннен кейін Алла сақтасын, Меккені көрдік, осындай екен, мынандай екен, кейбір жерлерде тазалық дұрыс болмай қалады, адамдар осындай екен деген сияқты әртүрлі сөздер естіп жатамыз. Ол деген сөз соған дайындық да болу керек, себебі бүкіл әлем түкпір-түкпірінен келгеннен кейін әртүрлі деңгейдегі адамдар әртүрлі жағдайға кезігуі мүмкін, және де діни білімді қажылыққа байланысты үйреніп барған абзал деп ойлаймын. Алдын ала дайындықпен барса, жалпы дайындықтың түрлері көп. Сол үшін міндетті түрде білікті мамандардан, ұстаздардан, және имамдардан, немесе және баратын фирманың жауапты гидтерінен алдын ала Қазақстаннан нетіп дайындалып барған жақсы. Умра сапарына да, қажылыққа тіпті кейбір мемлекеттерде бар ғой, жаңа айтып жатады, жылдап дайындалады. Сол үшін қажылыққа тіркеліп ниет еткеннен күннен бастап сол дайындықтарды бастау керек. Түсінікті ұстаз. Енді мына дайындық деп жатсыз ғой. Осы сіздер қажыларды умра сапарының алдында қалай дайындайсыздар? Мысалы, алдын ала бір күн бұрын жинап алып па, кейбіреулер айтады онлайн дайындаймыз дейді. Сіздерде осы процесс қалай болады? Енді жалпы біздің қызмет саяхат фирмасында білікті қанша жылдан бері тәжірибелі мамандар бар. Офистарымыз бар. Осы Алматы қаласында, Астанада, Семейде, Ақтауда, Шымкентте, Түркістанда деген сияқты. Сол тіркелген күннен бастап біз қажымен тікелей жұмыс жасаймыз. Сол қажының құжаттарынан бастап, және визасының, қонақ үйінің, оның сыртында сол қай қаладан болатын болса, сол қаладан бағыттаймыз. Мешіттегі ұстазға болсын, немесе жауапты сол қаладағы жауапты қызметкерлерімізге айтып, сол қажының дұрыс амал жасап келуіне жәрдемші боламыз. Енді мен өзім үшін айтайын, біз Семей қаласында баратын ниет еткен қажыларымызды алдын ала 3 сабақ өткіземін өзім. Дайындап, сол жерде қандай жағдайлар болуы мүмкін, үйден не алып шығу керек, қандай дайындықта болу керек, осының барлығын егжей-тегжейіне дейін түсіндіріп, мүмкіндігінше негізгенді біз дұғаны оқимыз деп отырмыз ғой, десе де белгілі бір сүрелер бар. Сол жақта оқылу керек болған, оны біз енді сүрені ол кісі үшін оқи алмаймыз. Сол себептен осы сүрені жаттаңыз, осы салауатты жаттаңыз, осы истиғфарды деген сияқты сабақтар өткіземіз алдын ала. Түсінікті. Яғни умраға, қажылыққа барғысы келетін адамдар үшін умраға дейін белгілі бір дайындықтар болады, Әрине. Түсінікті. Енді мынандай бір оқиға айтқан келіп отыр да, мен басымнан өтті да, осыдан бір жарым жыл бұрын осы қажылық саласында жұмыс жасап жүрген кезде бізге бір жігіт осы колл-центрге звондады да, айтады да, енді жылап тұр ана жігіт, уже көрініп тұр да, бір эмоциясы несі сезіліп тұр, айтып жатыр да, ағалар осылай мен әкемді умраға жібергім келеді дейді да, әкемді қалай болса да умраға жібергім келеді, әкем маған айтты дейді да, сөйтсем ана айтып отқан жігіттің әкесі кішкене шет екен да, сондай жолда екен, сонымен бір дастархан басында баласына айтып қалған екен да, егер мені умраға жіберетін болсаң, мен барғаннан кейін өзгеріп келем деп айтқан екен да. Сонымен енді ана жігіт жылап отырып бізден умра сатып алады, әкесін жібереді. Шынымен де 1,5 айдан кейін ана жігіт келіп біздің қолымызды алып рахмет айтып кетті да, әкем умрадан кейін өмірі 180 градусқа өзгерді деп. Енді осы тұста көріп отқан көрермендерге айта аламыз ба, умраға барып келгеннен кейін адам қаншалықты өзгеруі мүмкін, және де ол да ниетке, жаңа айтып отыр ғой, ниетке байланысты ма, жалпы осы не жайлы айта аламыз ба? Әрине, әр сапардың айтқанымыз сияқты өз қиыншылығы болады, және ол бір адам жасалатын амал емес қой, көпшілікпен жасалғандықтан әртүрлі адамдармен бірге барып, әртүрлі ойдағы, әртүрлі пікірдегі кісілермен бірге болғандықтан адам баласы өзгереді. Ал енді рухани жағынан болатын болса, кімнің ниеті қандай болса, оның ниеті бір Алланың разылығын алу, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өз аяғымен барып, сол жерде дұға жасау, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып сәлем беру, ол тірі кезінде сәлем бергендей, ол кісі сәлемімізді алатыны жайында айтылады. Осының барлығын көкейіне түйіп, сондай ниетпен барып келген болса, ол адам міндетті түрде өзгереді. Сондықтан егер де намаз оқи алмай жүрген, енді осы тұста қолданып айта кетейін, намаз көбісінен сұрағы сол ғой, әке-шешем намаз оқымайды, немесе жаман әдеттері бар деген сияқты, ондайдан қалай істейміз, ондай кісілерді жібермейміз ба, жібереміз ба деген сияқты балаларында ой болуы мүмкін. Енді мүмкіндік болса, әрине әке-шешесінің өзінің әуелі ниеті болу керек.
одан кейін ондай кісілерді бөгемей мүмкіндігінше ертерек жіберген жақсы. Себебі өмірінде үлкен өзгеріс болады. Жалпы умраның өзі өмір бір өзгерісті болатын нақты ол, иншалла. Ұстаз, енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, мына ата-анасын жібергісі келіп жүргендер, көзі тірісінде жібергісі келіп жатқандар деп жатыр ғой. Енді қазіргі таңда сол секілді адамдардың ішіндегі бір маңызды білгісі келетін сұрағы мынау секілді: менің ата-анамның жасы уже 60-тан асып кетті, 70-ке келіп қалды, оны қасиетті мекенге жіберген кезде ол жақта күн ыстық болады ғой, онымен бөлек жетекшілер кішкене аяғы ауыратын еді, қасында жүре ма, ол кісілерге қандай жағдай жасалады деген секілді да. Мысалы мен Аллахтың қалауымен бірнеше айлар бұрын өзімнің әжемді жібердім да, 70-тегі, и ол кісі барғанша аяғым деп жылап барған болатын, бірақ барған кезде бір Алланың құдіреті видеомен звондап тұр да, аяғым жазылып кеткендей шаршамай шыр айналып қағбаны айналып жүрік дейді да. Сол кісілерге қандай кеңес береміз? Мысалы көп ата-анасын жібергісі келеді, бірақ жаңағыдай мәселелермен әлі күнге дейін кейінге қалдырып жүр да. Айтқаным сияқты, сол егерде ата-анасының ниеті болса, немесе өздеріңіздің ата-аналарыңызды жіберейін деген ниеті болса, оны кешіктірмеген абзал. Енді үлкен кісілер үшін біз арнайы жағдай жасаймыз. Жағдай деген кезде, мысалы, менің тобыммен барған 83-тегі ақсақалды апардық осы жолы. Мүмкіндік болса, әрине әке-шешеңді жанына ертіп, сіз намаз оқымауыңыз мүмкін, анаңыз немесе әкеңіз намаз оқуы мүмкін, ондай жағдай көп болды. Енді мен намазды кейін бастаймын, бірақ осы анамның көз тірісінде, әкемнің көз тірісінде разылығын алып қалайын деп балалары алып барады. Бұл өте жақсы, себебі ол жақта қызмет жасау, жаңа айтып отырмыз ғой, бір намазың 100 мың намазға тең келгені сияқты, ол жақта қызмет жасау сауабы да шексіз, және өмірдегі ең маңызды бір кезеңі болғандықтан ол кісіге үлкен қызмет жасаған боласың. Ал енді әке-шешесін өздері апара алмай бізге аманат қылып тапсырған болса, біз оған әрине фирма ретінде, жауапты гид ретінде оған өзіміздің анамызға қалай қызмет жасау керек болса, солай қызмет жасауға әрдайым дайынбыз. Енді Алла тағала барша армандап жүрген, ниеттеп жүрген балаларға деп айтайық, ата-аналарын сол жаққа апаруды, сол жаққа жіберуді Алла тағала нәсіп етсін. Амин, иншалла. Ұстаз, енді мынау умра адам өміріндегі маңызы жайлы көптеген жерлерде айтылып жатыр да, YouTube болсын, кез келген әлеуметтік желілерде, және де енді умраның адам өміріндегі рухани маңыздылығы жайлы түсіндік та. Енді айтып жатады, осы умра сапары адамға материалдық жағынан қалай әсер етеді деген секілді. Өйткені әлеуметтік желілерден көріп жатам, ол жаққа барып ақша сұрасаң да береді, байлық сұрасаң да береді, ризығыңды сол жаққа барып арттыру мүмкіндігі бар деген секілді. Осыған бір өз көзқарасыңызды айта кетсеңіз. Енді бәрін білуші Алла, кімнің ниеті қандай болса, соған қарай сауабында, соған қарай жауабында алады. Десе де осы умраға барып келіп, кедей болып қалады деген ол ақыл алмайтын нәрсе. Себебі ол жерге барғаннан кейін, әрине, ата-ана барса баласына дұға жасайды, баласының кәсібі үшін дұға жасайды. Өзің барған болсаң, бала-шағаң үшін, істеп жатқан жұмыс кәсібің үшін дұға жасайсың. Және айтқаным сияқты, ол жақта дұғалар қайтарылмайды. Қағбаны көрген кезде алғаш дұға қабыл болатын сәттерде, сол уақыттарда жақсылап дұға жасайтын болса, неге оның кәсібі жүрмейді. Сондықтан ондай қорқыныш болмау керек деп ойлаймын. Өміріне тек қана ақша мәселесінде емес, жалпы өмір болғаннан кейін ол сынақтан тұрады. Сол сынақтарды жеңілдетуге, сол сынақтардан шығып кететін жол болуға үлкен бір үлесін қосады. Умра сапар 10 күндік сапар болғанмен, енді барып келген сапарластар, қажылар біледі, ол өмірге үлкен маңызды өзгерістер әкеледі. Ұстаз, осы тұста мен қазір көптеген адамдардың миындағы бір блок деймін ба, соны бір бұзғым келіп отыр да. Көптеген адамдардың ойында мынандай бір мәселе бар екен. Умраға тек қана бір тақуа адамдар бара алады, немесе тек қана намазхандар бара алады, немесе тек қана бай адамдар барады, ол жаққа бару үшін үлкен ақша керек деген секілді. Оған живой пример ретінде өзімді, қасымдағы, айналамдағы адамдарды айта аламын да. Шынымен де көзім жетті, ол жаққа бару үшін ақша, байлықтан бұрын ең бірінші ниет, дұға, үшіншісі соны подтверждать ететін әрекет керек екен да. Осы тұста бір бүкіл көріп отқан адамдарға айта кетейікші, ол жаққа бару үшін бірінші ақша керек па, немесе Алланың шақыртуы керек па? Бір осы жайлы айтсақ. Әрине, және айтқан сияқты, негізі ниет, ықылас. Сізбен бізді жоқтан бар етіп жаратқан Алла тағалаға бір шүкіршілік ретінде тапқан таянған ақшаңнан бөліп
соның белгілі бір мөлшерде жинап, қатты да қиын емес. Қазір Аллаға шүкір, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өте жақсы жұмыс жасап, үлкен қажылықты әсіресе бүкіл нәрсені ұйымдастырылған. Сондықтан адамда ниет болса, адамда ықылас болса, сол Алланың разылығын алайын деген. Енді бұл жерде негізгі тағы бір айта кететін, қоса кететін мәселе, кімде-кім қажылығын және умрасын толық орындаған болса дейді, ол адам анасынан жана туылған сәбидей пәк болып еліне оралады дейді. Осы адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін күнә жасап қоямыз. Үлкен күнәлар бар, кіші күнәлар бар, тіпті ғайбат айтып қоятын кездер болады. Осы сияқты күнәларымыз біздің мына амал дәптерлерімізде жазылып жатыр, оған еш күмәніміз жоқ. Сол амал дәптеріміздегі күнәларымыз сауапқа айналып, сондай бір керемет бір мүмкіндік. Сол үшін ақша әрине болу керек қой, десе де ниет болатын болса, мен ойлаймын, Алла тағала өз жеңілдігін, жәрдемін беріп, сол сапарға баруға жол ашады деп ойлаймын. Машалла, керемет. Ұстаз енді мына айтып жатыр қой, умра деп жатырық, осы Мекке, Медина қасиетті қалаларға барған кезде қажылар не нәрсені ескеру керек, неге мұқият болу керек, бір кеңес ретінде айтсақ? Ең бастысы, жаңағы айтқанымыз сияқты, елден дайындықпен шығу керек. Ол рухани жағынан да, және де материалдық жағынан да. Азын-аулақ жанында тиыны болу керек, ақшасы болу керек. Себебі әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Таксимен жүретін кездер болып қалады. Одан кейін көбінесе байқап жатамыз. Бірінші барған күннен бастап, енді ол жерде біреуді сөге жамандамайсың десе де, ол қайдан туындайды? Білімсіздіктен туындайды. Мына білімімізді біраз күшейтіп алып, сол жақтағы сол жердің қасиеті жайлы, сол жердің жәнегі кереметі жайлы біліп барған, оның маңыздылығы жайлы біліп барған абзал. Себебі барған бетте мына телефон деген қазір дамып тұрған заман ғой. Сол жерде бірінші рет барған кезде Қағбаны қараңыздар, дұғаларыңыз қабыл болады деп айтып жатсан, кейбіреулер жәнегі ұялы телефондарын алып, сол Қағбаны фотоға түсіріп, немесе өзі фотоға түсіріп, видеоға түсіріп, сонымен енді ниеттерін Алла білуші, десе де жәнегі рия болып кетуі мүмкін, де екіжүзділікке кетіп қалуы мүмкін. Сондай мәселелерде ол енді білместіктен болады. Сондай мәселелерге мұқият болу керек. Енді телефон ұстамаңыздар деп айтпаймыз, десе де, мысалы мен өзім жауаптанып апарған тобыма бірінші умра жасағанда алғаш Қағбаны көріп, және Меккеге барған кезде, Қағбаға барғанда Харам мешітіне мүмкіндігінше телефондарын қолдандырмауға кеңес беремін де. Себебі ойымыз ондай мүмкіндік бола бермейді. Бізде де сол мүмкіндік 2012-де болды. Енді алғаш барғанда, қазір барсақ та, ол алғашқы сезім ондай емес. Сол үшін алғаш Қағбаны көруге барған адам сол нәрселерге мұқият болу керек. Одан кейін ұйымдастырып алып барған фирмаларға, оларға негізгі жауапкершілік сол фирмада ғой. Бізде және гидтер де болады. Сол гидтерге бағыну. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не дейді? 3 адам сапарға шықсаңдар, біреуін басшы қылыңдар дейді. Мынау жас екен, мынау анау екен, мынау екен деген сияқты ондай ойда емес. Сол жауаптанған адамға бағынатын болса, және соның, ол енді маман ғой, жол көрсетуші, сол кісінің айтқанымен жүріп, сол жәнегі намазға шық дейді. Сондай нелерде сол кісіге бағынатын болса, көп қиыншылықтар туындамайды негізі. Одан кейін ол жақта басқа мемлекет десе де өзінің тәртібі бар. Кейде мынандай жағдайлар кезігіп жатады. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып айта кетейін, кейбіреулерге пайдамыз тиіп қалар. Ол жақта әртүрлі кітаптар таратады. Орыс тілінде болсын, енді қазақ тілінде көп байқалмайды, десе де орыс тілінде кітаптар таратылады. Бұдан 1-2 жыл бұрын көп болатын, қазір енді азайып жатыр. Мына тіпті аэропорттан түскеннен бастап, әуежайдан кей кезде түскен кезде, кей кезде жәнегі қайтып бара жатқан кезде қолдарына арабша кітаптар береді. Орысша аудармасы болады, немесе қазақша аудармасы болады, өзбекше аудармасы болады. Және де көшеде жүрген кісілерде беруі мүмкін кітаптар. Бұны біздің қазақ жалпы Құранға қатты құрмет еткен ғой. Жалпы исі мұсылман Құранға құрмет етеді. Бұл арабша жазу болғаннан кейін, өзі де парқына бармағаннан кейін, әлгіні Құран екен деп алып келеді елге. Бірақ ол біздің Қазақстанда құпталмаған, біздің масқапқа сай келмейтін кейбір әдебиеттер болып қалуы мүмкін де. Сонымен әуежайға келген кезде жәнегі сол кітап шығып, сол бойынша сұраққа тартылып жатады да. Сондай нәрсеге мән берілу керек. Ол жаққа барғанда әркіммен жолығып, жәнегі
әртүрлі кітаптарды алып оны оқып деген сияқты ондай нәрселерге мұқият болған абзал. Егер діни білімі болмаған болса, немесе жәнегі сол жетекшілермен, жауапты адамдармен ақылдасып бұл кітапты алсақ бола ма болмай ма деген сияқты сол мәселелерге мән берген абзал деп ойлаймын. Түсінікті, керемет. Құрметті оқырмандар, егер сіздер қазір мән берген болсаңыздар, біздің ұстазымыз сіздерге умра сапарында өте маңызды керек екі кеңес айтты. Оның алғашқысы, алғаш рет Қағбаны көрген кезде мейлінше телефон қолданбай, енді айтып жатыр ғой, ең алғашқы көрген кездегі сезім ол қайталанбайды деп. Сол сезімді сезінуге тырысыңыздар. Бұл бірінші кеңесі болды. Және де екінші кеңесі, Мекке, Медина қалаларында жүрген кезде бөгде адамдар, танымайтын адамдар сіздерге келіп кітап беріп жатса, қандай да бір оқулықтар беріп жатса, міндетті түрде жетекшімен ақылдасып алыңыздар, немесе алмай қойсаңыздар да болады. Қазір енді біздің мемлекеттің өзінде діни кітаптар оқимын деген адамға мүмкіншілік өте көп қой. Осындай бір екі кеңесі бар, естеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Одан бөлек енді ұстаз жаңа айтып жатсыз ғой, Қағбаның айналасында алғашқы умра деген сөздерден шығып отыр. Менде мынандай бір сұрақ болып отыр да. Барған кезде біз көріп жататын Қағбаның айналасындағы ең бір жиі көретін процесіміз Қағбадағы қара тасты сүюге барлығы жүгіріп бір-бірінің хақысына кіріп жатады да. Осы тұста енді мен естігем, Қағбадағы қара тасты сүю сүннет, ал адам баласына зиян келтірсең, ол хақысына кіру, ол парызға қарсы шыққан деген секілді. Осы тұста сізбен де барып жатқан қажылардың арасында сондай бола ма? Жалпы сондайларға қандай кеңес бересіз? Қара тасты сүйгім келеді дейтіндерге. Иә, оны енді толықтай кететін болсақ, жалпы қара тасты сүю сүннет. Ол жерде барған адамдар біледі, өте қиын, себебі миллиондаған адамдардың арасында сол қара тасты сүйемін деп өзінің денсаулығына зиян келтіріп алуы мүмкін. Ол бірінші. Екіншіден, жаңағы айтқаныңыз сияқты басқа мемлекеттен басқа келген бауырларымызға зиян тигізіп қою мүмкін. Ол зиян тигізбеймін деу мүмкін емес. Себебі ол жерде қарбалас, барлығын ниет сол қара тасты сүю. Сондықтан енді сүйме деп айтпаймыз, әрине. Ыңғайы келіп жатса, денсаулығы болатын болса, өзіне сенімді болса, әсіресе жас жігіттер сүйсе, ол жақсы. Бірақ жәнегі әйел адамдар әсіресе кейде байқайсың, біздің қажылардан көп кезікпейді, басқа ұлттардан көріп жатасын. Басқа мұсылман бауырларымыздың әйелдері жәнегі сүйем деп сол жерде орамалдар шешіліп жатады. Өте ыңғайсыз жағдай. Немесе бірін-бірі басып кетеді, бір-бірін итереді, жәнегі ол жерде енді эмоцияға беріліп, боқтық сөзді айтып қою мүмкін, Құдай сақтасын. Сол үшін ол жерден барғаннан кейін міндетті түрде сол қара тас сүю керек екен, сүймесе болмайды екен деген сияқты түсінікте болмау керек. Ыңғайы келіп жатса, жағдайы болып жатса, жәнегі күш қуаты келіп жатса сүйсе болады, бірақ ол міндетті амал емес. Негізгі айтқаныңыз сияқты ешкімді ренжітпей, мүмкіндігінше көп байқайтын нәрсеміз, адам болғаннан кейін енді әртүрлі адам болады ғой. Кейбіреулер барғаннан 10 күн бойы қонақ үйде жататын кісілер болады. Сол кісілерге біздің негізгі жауапкершілігіміз ол жердің қасиетін түсіндіру, ол жердің сауабын түсіндіру, ол жердегі дұғаның қабыл болатынын түсіндіру, және соған жәрдемші болу, оның жеңіл умра жасауына, жеңіл ғибадат амалдарды жасауына мейлінше қолымыздан келгенше көмегімізді аямау. Біздің негізгі жәнегі жетекшілердің міндеті сол. Бірақ жәнегіндей қонақ үйде болып, ол жерде жәнегі ютубқа кіріп әр нәрсені көріп жүру, бұл текке уақытты алады. Өз айландырған 10 күн, сондықтан мен тағы бір айтар кеңесім мүмкін болса, бір намазың 1000 намазға сай келетін мешіт. Пайғамбарымыздың мешіті, Мәдина Мұнавварадағы мешіт Науабиде бір намазыңыз 1000 намазға тең келеді. Және де жер бетіндегі ең қасиетті Қағбада Әл-Харам мешітінде бір намазыңыз 100 намазға тең келеді. Енді оны жалпы елде болсын намаз оқыған кезде 27 есе сауап болады дейді ғой, жамағатпен оқу. Енді сол 1000 намазға жәнегі сауабы бар намазды жамағатпен оқитын болсаңыз, сол Қағбаның имамдарының артында тұрып намаз оқу, таң намаз, құптан намаз, жәнегі керемет сезім ол. Соған тырысу керек те, сол 5 уақыт намазды мейлінше қолынан келгенше оны бір жүктеп, солай деп айтып отырған жоқпыз десе де, соған тырысу, соны осы Қазақстаннан бастап уақытымды бос нәрселерге, ғайбаттарға, немесе жәнегі керегі жоқ, қажет жоқ нәрселермен өткізбей, сол мүмкіндігінше 5 уақыт намазымды мешітте оқысам деген ниетте болу керек. Сауабы шексіз себебі. Машалла, керемет. Енді барша осыны көріп отқан оқырмандарымызға, болашақ қажыларымызға, осы қасиетті мекендерге сіздерде баруға, Алла қаласа сол сезімді өздеріңіз сезіп
көру бақыты бұйырсын дейміз енді иншалла. Одан бөлек енді ұстаз жаңа айтып жатырмыз ғой, Қаратас жайлы барлығын айтып түсіндіріп жатырмыз. Осы тұста мен алдында бір әлеуметтік желіден көріп қалдым да бір мынандай сұрақты. Сонда да бір кісі қойыпты да ютубтың астында айтады да, осы енді әдейі сіздің тәжірибеңізге бола, енді 12 жылдық тәжірибеңіз бар, содан сұрағым келіп отыр да, осы тауап жасаған кезде умраны айналамыз ғой 7 рет. Сол тұста бәрібір де осы қасиетті Қағбаның хотя бы тасын ұстайыншы деген кісілер болады да, соларға бір кеңес бере аламыз ба, бір жақындау бойынша Қағбаның тасына қалай жақындаса болады, өйткені ол жақта қысым, жаңағы қатты да напряжение, адам кейбіреулері талып қалып жатады, неше түрлі сынақтарды көріп жатамыз. Сондай сынаққа түспей бір Қаратасқа жақындаудың бір өзіндік сырлары бар ма? Енді сіздер қанша жылдан бері барып жүрсіздер? Тәжірибе, кез келген салада тәжірибе өте маңызды. Енді ол біздің мықтылығымыздан емес десе де, сол қанша жылдық тәжірибемізден байқаған нәрсеміз, көбісі ол бірінші барған кезде Қағбаны ұстаймын деп жанталаса деп айтқаныңыз сияқты. Негізі біз елден барған кезде умраға ниет етіп барамыз. Мына нәрсені де ескерген дұрыс деп ойлаймын. Умра кезінде мына иіссу қолдану, білесіздер, сабын қолдану, бұл нәрселер шариғатта және умраның талабында тыйым салынады. Сол сияқты Қағбаны ұстаған кезде де ол Қағбада миск дейміз ғой, мына әтір, сол жағылады да, сондықтан бірінші умра жасаған адам бұны ұстамаған абзал. Иіс болады да, ол белгілі мөлшерде садақа беру керек болады, және нұқсан болады. Біз енді қызмет саяхат фирмасы ретінде Қағбаны барған адам міндетті түрде ұстау керек деп ойлаймын өз басым. Ол мейлі үлкен кісі болсын, және айтып отырмын ғой, 80-дегі кісілерді апардық. Бізде мынандай бір бағдарлама бар. Бірінші күн умра жасағаннан кейін Қағбаны ұстатпаймыз. Одан кейін енді 10 күн бойы бізде уақыт болады ғой. 3 умраны жалпы айта кетейін, қосымша 3 умраны біз өзіміз қажыларды ертіп жүріп бірге, және дұғамызды оқып, толық 3 умраны бірге жасатамыз. Бір сапарда 3 умра, Бір сапарда 3 умра, 10 күндік барғанда 3 умра жасатамыз. Оны да белгілі, мысалы мешіт таңғим дейді, Айша анамыздың мешітіне апарып, және Жерғани, Худайбия деген жерлерден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ниет етіп ихрамға кіріп умра жасаған жер, тарихи жерлерден алып барып, сол жерден умра жасатамыз, 3 умра толық жасатамыз. Сол бағдарламалардың тысында, және 10 күндік бағдарламаны қолына береміз дедік қой, сол бағдарламаның тысында тағы бір қажыларға әдейілеп, мысалы мен өз басымнан айтайын, әдейілеп үлкен кісілерді, әсіресе үлкен кісілерді, әйел адамдарды барлығын әдейі бір уақыт қойып, мысалы құптан намазынан кейін кісілердің барлығы ол жақта қонақ үйлеріне қайтады. Сол уақыттарда қажыларымызды алып барып Қағбаны жеке-жеке ұстатып, жеке-жеке сүйдіріп, сол жерде дұға жасатуға қолымыздан келгенше себепкер болып жатырмыз осы уақытқа. Осы тұста жаңа айтып жатсыз, сол кезде мен андай бір ой естеді да, яғни біз көптеген енді умраға барып келіп жатқан адамдардың бір жіберетін қателігімізді айтып бердіңіз. Біз алғашқы барған умрамызда Қағбаны ұстауға ниет етіп соған әрекет жасаймыз да, яғни бірінші умрамызда уже ихрам халінде оны ұстайтын болсақ, біздің умрамыздың бір шарты бұзылады, иә? Иә, егер де ол және мешіт Қағбаның жамылғысы дейміз ғой, соған ұстайтын болсаңыз, ода мисік жағылған болса, ол міндетті түрде жағылады. Өзіңіз Қағбаны ұстағаннан кейін қолыңызды иіскесеңіз, керемет бір иіс пайда болады, Қағбаның иісі. Ол өз алдына бір не, және де қосымша біз топпен жүрген кезде сіз Қағбаны сүю үшін сізбен бірге 70-тегі адамдар кіре алмайды ғой, ол жерге. Сіз жассыз кіріп сүюіңіз мүмкін, бірақ сіз міндетті түрде ол жерде топтан бөлінуіңіз керек болады. Солай ғой, Қағбаны сүю үшін. Сондықтан біз оған қатты мұқият етеміз. Топпен бірге, барлығын бірге тауап жасатамыз. Өз жалпы умраның 4-ақ парызы бар. Біріншісі ниет етіп ихрамға кіру, миқат дейді, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен белгілі бір жерлерден ниет етіп, сол миқат жерден ихрамға кіру, одан кейін тауап жасау, тауаптан кейін сағи жасау, сағидан кейін шаш қидыру арқылы умраны тамамдаған боламыз. Осы шаш қидырғанға дейін қажыларымыздың әрқайсысына жеке-жеке қадағалап, және жауапты гид ретінде солардың толық орындауына біз жауаптанамыз. Және де біз оны Алланың алдындағы біздің міндетіміз. Бізге енді аманат қылып тапсырады, бала шағасы тапсырады, өзі білмейтін адам барлығы біле бермейді ғой. Сондықтан сол жауапкершілік біз өзіміздің мойнымызға алып, ондай нәрсе жасатпауға тырысамыз. Яғни сіздің айтқан бірінші барған күні Қағбаны сүйдіру, олай
жасатпаймыз. Түсінікті. Жаңа бір сөзіңізді енді естіп қалдым да, бір сапарда 3 умра деп жатсыз ғой, ол енді жаңағы бәдел умралар жайлы айтып жатсыз ба? Егер ол жайлы айтып жатсаңыз, мысалы біз 3 умрада да өзіміз жетекші болып бастан аяқ жүреміз деп жатсыз ғой. Өйткені мен өзім барған кезде бізде тек парыз ретінде алғашқы умра жетекшімен орындалды бір басқа компанияда. Ал екінші, үшінші умраны біз өзіміз жаңағы адасып, Мекке Мединада такси жалдап, ол такси басқа жаққа апарды, сондай бір машақатпен болды да. Яғни бұл да біздің компаниямен, жаңағы сіз айтып отқан қызмет саяхат компаниясымен баратын қажыларға бір артықшылық ретінде деп айтсақ болады ғой, бастан аяқ жүрулеріңіз. Тек қана бізде жасатады деп олай толық айта алмаймыз, басқа да фирмалар жасататын шығар. Десе де біз бұны міндетті түрде жасатамыз. 3 умра міндетті түрде жасатамыз. Енді бірінші умра ол өзінің ниетінде жасалады. Егер бұрын ол умраға бармаған болса, бірінші рет барған адам міндетті түрде, кейбіреулер айтып жатады, осылай сұрақ қояды: мен анамды жақсы көретін едім, дүниеден өтіп кетті жақында, сол кісінің ниетіне бірінші жасасам, одан кейін өзімдік. Жоқ, олай емес. Жалпы бірінші рет барған адам өзінің ниетіне бірінші умраны жасайды, одан кейінгі 2 умраны сол жерге барған кезде өзі ниет етіп, әкесіне, дүниеден өткен немесе анасына, немесе жәнегі өз қалаған адамдарға жасай беруіне болады. Сонымен қоса, тек қана умра емес, негізі жалпы ол жаққа барғанда уақытымызды тиімді пайдалануымыз керек дедік қой. Енді 10 күн бойы не істейміз? 3 күн Мәдина Мұнавварада өтеді, қалған 6 күн бойы, жәнегі 7 күн бойы Меккеде не істейміз деген сұрақтар болуы мүмкін, білмейтін адамдарда. Оларға айтарымыз, Қағбаға қарап отырудың өзі сауап. Намаз оқи алмайтын адамдар бар, бір себептермен намаз бастай алмай жүрген адамдар бар. Сол кісілер Қағбаға барып, үлкен кісі болса орындығын дайындап береміз, сол жерде отырып 1 сағат сол Қағбада қарап отырудың өзі үлкен сауап болып есептеледі. Енді жастар үшін тауап жасауға болады. Себебі басқа елде, біздің елімізде ондай мүмкіндік болмайды. Қағбаға барғаннан кейін көбісі сұрап жатады: намаз оққан жақсы ма, қандай амал көбірек жасағанымыз жақсы деп. Тағы бір қосымша айта кететін нәрсе, ол жерге барғаннан кейін мүмкіндік болса 7 рет Қағбаны айналу бір тауап деп, 7 рет тауап жасау, ол бір не деп есептеледі. Сондықтан әр 7 рет айналған сайын 2 рекағат шүкір намазын оқып, солай тауап жасса болады. Оны қандай ниетпен жасайсыз, оны өзіңіз білесіз. Сол тауап жасаудың да сауабы шексіз. Түсінікті, ұстаз. Түсінікті, керемет. Жаңа айта кеттіңіз, енді 6 күн Мекке қаласында боламыз деп, Мекке қаласындағы енді бағдарламалар жайлы айттыңыз, жаңа Қағбаны айналамыз, 3 рет жаңа умра өтейміз деп ше, одан кейін Медина қаласында 3 күн боламыз дедіңіз, иә? Осы Медина қаласындағы баратын маңызды жерлер жайлы айта аласыз ба? Қандай жерлерді қажылар өз көзімен көре алады? Жалпы бұл сапардың әрбір тасы, бұл 2 қаланың әрбір тасы, тауы қасиетті. Бұны бөліп жарып, мына Мекке осындай қасиетті деп айта алмаймыз, екеуі де үлкен қасиетті. Десе де енді Мәдина Мұнаввараға барған адам міндетті түрде мән беру керек болған, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көз тірісінде менің үйім мен мінберімнің арасында кім 2 бас намаз оқыса, жәннатта намаз оқығандай болады деген. Дұғалар қабыл болатын рауза деп аталады. Сол жерге кіруді ден қойып, соған тырысу керек. Егер жеке барып жатса, енді біз әрине топпен барғаннан кейін оны ұйымдастырамыз. Әйелдер бөлек, ер адамдар бөлек. Сол жерде 2 бас намаз оқу, бұл маңызды. Және де 5 уақыт намазды біздің Мәдина Мұнавварадағы қонақ үйіміз 150 метр мешіттен міндетті түрде 5 уақыт намазды қадағалап отырып, сапарластарымызды алып барамыз 5 уақыт намазға. 5 уақыт намаз сол мешітте оқу, және үлкен дінімізде орын алған үлкен бір оқиға болған Ухуд шайқасы деген өте маңызды жер бар. Сол Ухуд шахидтері жатқан жерге зиярат жасау. Және Құба мешіті деген бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға хижрет жасаған кезде ең алғашқы ат басын тіреп, сол жерде бір апта дейді, 10 күн сол жерде болып, жер бетіндегі ең алғаш мешітті салған Құба жері бар. Сол Құба мешіті қазір сол жерде қажыларды алып барып намаз оқыту. Енді өзі барған адамдар үшін де сол жерге барғандар дұрыс болады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: кім Құба мешітіне барып 2 бас намаз оқыса, бір умра жасағандай сауап алады дейді. 2 құбылалы мешіт бар,
осы сияқты қасиетті жерлерді міндетті түрде барған абзал. Қазіргі таңда осы әлеуметтік желілерде умра сапарына свайым ходым деген әңгіме шықты. Яғни, мен бұл нәрсені қолдамаймын демеймін. Бірнеше рет умраға барып жүрген кісілер болса, свайым ходым барса, ол болады деп ойлаймын өз басым. Ал енді алғаш рет барайын деп жатқан адамдар да осыған қызығып, яғни ақшаның аздығына сөйтіп свайым ходым кетіп жатады. Енді ол жаққа барғаннан кейін барып қасында жетекші болмағаннан кейін, ұстаз болмағаннан кейін барып құлшылық қалай болып жатыр, ол да Аллаға мәлім. Осы тұста алғаш рет умраға барайын деп жатқандарға, оның ішінде қазір ақшасына қызығып свайым ходым барайын деп жатқандарға бір кеңес бере аламыз ба? Қаншалықты дұрыс? Бұл мәселеде әркім өзі біледі. Біреуге былай барыңыздар деп айта алмаймыз. Әркім жағдайы, қалтасы біледі деген сияқты. Десе де мен айтар едім, алғаш барып жатқан әсіресе мына үлкен кісілер, намазды енді бастап жүрген кісілерге фирмалармен барған жақсы. Неге десеңіз, біріншіден ол жерде бүкіл нәрсе өзіңіз айтқан сияқты түсіндіріледі, жетекші гидтер болады. Одан кейін әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Басқа мемлекет болғаннан кейін оның белгілі бір тәртібі бар. Ол жақтың тәртібін бұзып қоюы мүмкін. Сондай кезде кім жауаптанады сізге? Сол сияқты жай қарапайым, мысалы өзі барып жатқан азаматтар багаж, багаж бар, сол багаждың өзін алмайды. Таныстарымыз бар, барып келген, енді ешкімге бармаңыздар деп айтпаймыз, десе де осы нәрселерге мұқият болу керек. Багаж алмаған, барып келгеннен кейін сұрап жатады, ұстаз, зәмзәм бар ма? Меккеден келді, бірақ зәмзәм әкеле алмадық, себебі білесіздер, қол жүкке су салғызбайды. Барып келіп отырып, зәмзәм алып келе алмаған кісілер бар. Осы сияқты енді бұрын барып келген адамдарға қиыншылық болмауы мүмкін, бірақ енді барған, сол жаққа деген жүрегіндегі махаббат, сағыныш, ол жақтан бір керемет күтеді ғой, енді адам барғаннан кейін бір не болады екен деген сияқты. Сондай барған кезде ол өзі барғаннан кейін, қонақ үй ұйымдастырылмағаннан кейін әртүрлі қиыншылықтар болып, ол оның керісінше бір қалай айтайын, жақсы бір әсерде болмауы мүмкін. Соған өте мұқият болған жақсы. Енді Алла тағала ниет еткен әрбір жанға ең бастысы ниет дұрыс болса, ықылас дұрыс болса, иншалла Алла жеңілдігін береді деп ойлаймын. Түсінікті ұстаз. Алла разы болсын, бүгінгі сұхбат өте керемет өтіп жатыр. Өзім де көптеген жаңадан ақпараттар, жаңадан кеңестер естіп жатырмын. Сол үшін сізге Алла разы болсын. Енді ұстаз, мысалы, адамға кейде бір сөз әсер етіп кетуі мүмкін да. Мысалы, менің де бір умраға баруыма бір адамның бір тікелей маған айтқан сөзі әсер етті. Осы тұста көріп отқан көрермендерге бір умраға барғысы келіп кейінге қалдырып жүрген, немесе ата-анасын жібергісі келіп жүрген, жалпы осы умра қажылыққа ниет етіп жүрген кісілерге өзіңіздің бір кеңесіңізді, ойыңызды, сөзіңізді бір айта кетсеңіз. Мүмкін сол сөзден кейін олар әрекет жасап бастайтын шығар. Енді бүкіл жүрекке тура жолды берушіде көп нәрсені жаңа айтып отырмыз ғой, жапырақтың өзі Алланың қалауымен түсетін болғандықтан, енді Алла тағала тағдырына нәсіп еткен болса, иншалла ол адамдар барады. Десе де ниет етіп жүрген адамдар болса, ондай жақсы мүмкіндікті жас кезінде, жағдайы бар кезінде кейінге қалтыра бермей, мүмкін болса ертерек барғаны абзал деп ойлаймын. Сондықтан енді барам дейтін кісілер, ниеттенген жандарға айтарымыз, дұға жасау керек. Алла тағаладан сол жерге баруды. Алла тағала нәсіп етсе, иншалла, біздің айтқан, сіздің айтқаныңызға қарамай, енді себеп болайық десе де, Алла нәсіп етсе, иншалла барады деген ойдамын. Керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Бүгінгі көріп отқан оқырмандарымыз жалпы жетекші жайлы, умрадағы жетекшінің маңыздылығы жайлы, ол жақтағы ескеру керек дүниелер жайлы көптеген бір ақпараттар, жаңа ақпараттар естіді деп ойлаймын. Сол үшін сіздің келгеніңізге де көп рахмет. Сонау Семей қаласынан енді ат терлетіп келіп отырсыз ғой. Енді подкастымыздың соңын бір әдемі болашақ қажыларымызға көріп отқан көрермендерге дұғамен аяқтасақ, бір дұға етіп жіберсеңіз. Сонымен аяқтасақ, керемет сұхбат болған секілді. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу ала расулина Мухаммад ва алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах тағалам ниет етіп жүрген, осы қажылыққа барғысы келіп, умраға барғысы келіп жүрген әрбір жүректерінің түбіндегі Аллаға деген сағынышы, ниеті болған әрбір жандарға осынау бір мекенге баруды Алла тағалам нәсіп ет. Аллах тағалам осы еліміздің тәуелсіздігін баянды қылып, тек қана біз емес, біздің ұрпақтарымыз осы қияметке дейін еліміздің тәуелсіздігін тойлауды Алла нәсіп етсін. Аллаху акбар. Амин.
Ал құрметті көрермендер, сіздер подкастты соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Және де маңызды мынандай бір дүниені айтқым келіп отыр. Осы шығарылымды соңына дейін көріп, шығып, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді төменге жаза кетіңіздер. Сол пікірлердің арасынан бізге ұнаған, өте жақсы өзінің ойын жеткізе алған 3 адамға қасиетті мекеннен сыйлығымыз бар. Ал соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Ұста, сізге де Алла разы болсын. Алла уақытта сіздің тобыңызбен умраға бару бізге де нәсіп болсын.